1428 жыл. Тарих сахнасында Алтын Орда гүлінен туылған көшпелі өзбектер мемлекеті пайда болды. Жошының 4-ші ұлы Шибаннан тараған Әбілхайыр небәрі 16 жасында билікке келеді. Орта Азия аумағында орналасқан бұл мемлекет Өзбек хандығы немесе Әбілхайыр хандығы деп те аталады. Хандықтың шекарасы шығыстағы Балхаш көлінен батыстағы Жайық өзеніне дейінгі, солтүстіктегі Тобыл мен Ертістің орта ағысы, оңтүстіктегі Арал теңізі бойында орналасқан еді. Елордасы бастапқыда қазіргі төмендегі Тора немесе Чимге Тора қаласында бекітіліп, Қоңырат, Маңғыт, Найман, Үйсін, Күрлеуіт, Қосшы, Таңғұт, Қарлық, Таймас, Қият және тағы да басқа тайпалардың басы қосылған мекенге айналды. Келесі 30 жыл көлемінде өз билігін күшейтумен айналысқан Әбілхайыр хан ішкі таласқа толы Мәуереннахр мен Хорезмге басып кіреді. Ясы, Отырар, Үскент, Созақ, Сығанақ қалаларын алып, соңғысын 1446 жылы хандықтың жаңа орталық етіп жариялайды. Мұнда егіншілік, мал шаруашылығы, қолөнер мен сауда жақсы дамыған еді. Көшпелі өзбектер мемлекеті жайлы деректер бізге Масуд бин Осман Кухистанидің тарихи Абулхайыр хани атты еңбегі арқылы белгілі. Әбілхайыр ханның баласы Сүйінші ханның қол астында қызмет етіп, елдің әскери және саяси өмірін сипаттаған. Ол 1457 жылғы ойраттардың Өзбек хандығына жасаған жорығы жайлы былай жазған. Әбілхайыр ханның одан әрі байыған естіген Өз Теміртайшы әскеріне дереу жиналсын деген бұйрық берген. Ойрат әскері жорыққа аттанып, Іле өзенінен өтіп, Өзбек хандығының ордасы Сығанақ маңына келіп жетеді. Сол жерде Әбілхайыр әскермен соқтығысып, дала топырағы қанға боялды. Бірнеше сағатқа созылған шайқаста ұтылғанын түсінген Әбілхайыр кері шегінуге бұйрық беріп, Сығанақта тығылуға мәжбүр болды. Ойраттар ешқандай қарсыластық кездестірмей, әрі қарай Түркістан мен Ташкент өңірлерін өртке орап, қолға түскенді алып кеткен. Ал Әбілхайырдың саяси жағдай сол кезден бастап күрт өзгере бастайды. Жошы ұрпақтарының өзара қақтығыстары ақыр соңында Әбілхайыр хандығында бағынбаушылық пен бөліну ойларының дамуына алып келеді. 1465 жылы ханға қарсы шыққан тайпа басшыларының басын қосқан Керей мен Жәнібек сұлтандар адам саны 200 мыңға жуық көшті бастап, Моғолстан шекарасына қарай аттанды. Осы жағдайдан кейін Әбілхайыр хан көп ұзамай 1468 жылы өзінің сансыз жорықтарының бірінде қаза болған. Хан өлімінен соң хандықта құлдырап кетеді. Көшпелі өзбектер мемлекетінің Орта Азия тарихындағы орны ерекше екені сөзсіз. Қозыбасы өңірінде толған қазақ ордасы кейіннен байырғы отанның көп бөлігін қайтарып алып, кіндік қана тамған Ташкент, Сығанақ пен Түркістан өңірлерін ақтық демі қалғанша қорғайды.